Республика бойынша Павлодарда кезекті цифрлық халыққа қызмет көрсету орталығы ашылды. Бұған дейін халыққа қызмет көрсетудің цифрлық орталықтары Астана, Алматы, Шымкент, Қостанай және Қызылорда қалаларында болған. Орталық Кривенко көшесі 25 мекенжай бойынша Open Павлодар ашық әкімдігінің ғимаратында орналасқан. Сандық халыққа қызмет көрсету орталығы бұл азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының фронт кеңсесі. Цифрлық қызмет көрсету орталығының жұмысы толығымен автоматтандырылған. Азаматтар өз бетінше операторлардың көмегінсіз қажетті қызметтерді алып, өзінің цифрлық сауаттылық дағдыларын арттыра алады. Бүкіл қызметтерін адам осы бір жерде істей алады. Осы жерде нотариус та бар, Павлодар энергосбыт, оның кассасы бар, яғни терминалдары бар, банкоматтары бар, яғни бір жерге келіп, бір орталықта бүкіл қызметін алу, сондай біздің мақсатымыз сол. Павлодар облысында халыққа қызмет көрсету орталық операторлары арқылы рәсімделген өтінімдер саны азайған. Бұл азаматтардың қызметтерді электрондық үкімет порталы арқылы өз бетінше алуларына байланысты. Мәселен, 2018 жылы өзіне өзі қызмет көрсету секторлары арқылы 500 000 астам қызмет түрі көрсетілген. Марина Сахарова, Ерлан Умашев, ертіс ақпарат.